Баршаңызға сәлем достар. Бүгін біз сіздермен бірге жареный пельмени жасаймыз. Осы мен дайындаған рецепт бойынша дайындап көріңіздер. Ал кеттік бастайық. 1 стакан суға 1 жұмыртқа, кішкене тұз қосып, жақсылап қамыр илейміз. Қамырымызды илеп болған соң жарты сағатқа иін қандырып қойып қоямыз. Начинкасының фарш, кішкене тұз, қара бұрыш және пияз араластырып дайындап қоямыз. Дайын болған қамырды жұқалап әдемілеп жаямыз. Осылай пельмени дайындаймыз. Достар, ары қарай қызып тұрған сковородкаға май құйып, пельменімізді екі жағын қызартып қуырып аламыз. Видеодағыдай бізде өте әдемі осындай пельмендер дайын болды. Әрі қарай чесноктың бір бөлігін алып, жарты чайный ложка томатпен араластырып, жарты кесе су құйып, осылай пельмендердің үстіне құямыз. Қалпағын жауып 15 минут бұқтырамыз. Бізде осындай өте дәмді пельмендер дайын болды. Достар, мен қасына айран қостым. Осы рецепт бойынша дайындап көріңіздер. Ас болсын және менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.